құрметті Казгин ТВ каналының көрермендері. Гимназиямызда ақпанның 24 күні гүл мәдениетін насихаттау, еңбекке баулу мақсатында 5 пен 7 сынып оқушылары арасында және де ата-аналардың қатысуымен жасыл желек жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Гүл өскен ортада тазалық пен бірліктің, жақсылық пен жарқын болашақтың болары сөзсіз. Оқушылардың гүлдер туралы білімдерін кеңейту, оларды күтіп баптауға тәрбиелеу. Гүл мәдениетін насихаттау, еңбекке баулу мақсатында 5-7 сынып оқушылары ата-аналарының қатысуымен жасыл желек жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Ұйымдастырушылар география пәні мұғалімдері Молдабекова Алмаш, Молдахметова Дина. Мектебіміздің көркеюіне, гүлдеуіне үлес қосқан барша ата-аналар қауымына үлкен алғыс білдіреміз. 1 наурыз алғыс айту күніне орай өткізіліп жатқан Алтын жүрек республикалық челленджіне гимназиямыздың өзін-өзі басқару ұйымы да өз үлестерін қосты. Ақ халатты абзал жандарға, ұстаздарға және ата-аналарға шын жүректен алғыс айтты. Сәлеметсіздер ме, ақ халатты абзал жандар. Мен нөмір 8 гимназиясының оқушысы, спорт және салауатты өмір фракциясының жетекшісі Мұхатов Азамат. Мен сіздерді алдағы келе жатқан 1 наурыз алғыс айту мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Еңсесін елдің мынау түсірме, үмітінің отын жаққан. Бұл күні ақ халаттың ішінде әрбір күні өтіп жатқан. 1 март алғыс айту күнімен құттықтаймын. Жақсы оқыңыздар, жақсы тілек тілеймін. Оқуды жақсы оқып, жақсы бітіріңіздер. Мына біздің жұмысты көріп отырсыздар, ауыр, жолымыз қиын. Сонда да мойымай бәріміз осы қызметкерлер жұмыс істеп жатырмыз. Біздің амбулаторияда 36 коллектив бар, бәрі жақсы, категориясы жоғары қызметкерлер. Халқымызға көмегімізді аямай көрсетіп жатырмыз. Сіздерді біздер сияқты жоғары оқуға түсіп, жақсы қызмет қалыпқа атқарыңыздар. Рахмет, күнімен құттықтаймын, сіздерге үлкен денсаулық тілеймін. Сізді құттықтаймыз, рахмет. 1 наурыз алғыс айту күні шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет жандарым. Сендерге тілерім ең бастысы денсаулық. Дені сау адамның жаны сау. Даже өмірде ақшасы көп өте бай адамдардың өзі білесіздер, денсаулықты ақшамен сатып ала алмайды. Сондықтан дендері сау болсын, аңсаған армандарға жетіңдер. Ал дені сау болу үшін өзің айтып тұрсың, салауатты өмір салтын ұстану керек, спортпен шұғылдану керек. Жақсы, рахмет. Ақпанның 27 жұлдызында гимназиямызда жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың қалалық кезеңінің марапаттау рәсімі өтті. Гимназиямызда 32 оқушы қатысып, оның 21-і жүлделі орындарға ие болды. Бүгін біздің студиямызда жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың облыстық кезеңінің жеңімпаздары Жолшара Ханшай мен Тоғайбай Жасмин, сіздерді өз жеңістеріңізбен құттықтаймын, және де осы олимпиададан алған әсерлеріңізбен бөліссеңіздер. Сәлеметсіздер ме, мен гимназиямыздың атағын облыстық деңгейде көрсеткеніме қуаныштымын. Және де олимпиада өте қатты қиын болды деп айта алмаймын. Мен және де өзімнің жетекшіме рахмет айтамын. Мені дайындаған Китабанова Жанат Алдабаевнаға рахмет. Ал Ханшайым, сөз кезегі өзіңізде. Сәлеметсіздер ме? Мен жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың облыстық кезеңінде білім сынасқан оқушылардың бірімін. Жалпы бұл олимпиада бізге оңайға түспеді. Ең алғаш сөзімді ұстазымыз Бекетова Жанат Дастановнаға алғысымды білдіремін. Бұл жеңіс оқушылардың жеңісі, ұстаздардың жемісі деп ойлаймын. Барлық оқушыларға республикалық олимпиадада сәттілік тілеймін.
Сәлеметсіздер ме? Мен осы 8-ші гимназияның 11-ші сынып оқушысы Ислам Сымбат боламын. Мен осы пәнаралық олимпиадада математика пәнінен қатыстым. Қалалықтан да облыстық кезеңнен де өзімнің жүлделі орнымды алдым. Және де алдағы республикалық кезеңнен өз білімді одан әрі көрсетіп, мектептің абыройын ақтаймын деп үміттенемін. Осы дәрежеге жеткеннің бәрі менің осы күнге дейін қаншама жыл бойы дайындаған жетекшім Құсайынова Қарлаш Исайынова мұғалімға алғысым шексіз. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Ғазизова Жәмила Ермекқызы. Мен химия пәнінен қалалық және облыстық деңгейде 2-ші дәрежелі орын алып, өзімнің сапалы білімді көрсете алдым. Өзімнің ұстазыма Ахметжанова Алтынай Алтынбековнаға алғысым шексіз. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Серікбай Ажар, және де мен осы 8-ші гимназияның оқушысымын. Және де мен осы биология пәнінен қалалық және облыстық деңгейде өзімнің жүлдемді иелендім. Осы жүлдені алғаныма мен өте қуаныштымын, және де мені дайындаған Қыдыр Патшаева Гүлзира Орзанбайқызына үлкен алғыс білдіремін. Гимназиямыз жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың қалалық кезеңінде командалық деңгейде жүлделі 1-ші орынға ие болды. Есеппен жоғарғы нәтиже көрсеткені үшін Жезқазған қаласы білім бөлімінің нөмірі 8-ші гимназиясы топтақтаймыз. Сертификат Гимназиямыздың оқушылары мен ұстаздарын осы жеңістерімен құттықтаймыз. Құрметті Казгим ТВ каналының көрермендері, біз сіздермен қоштаспаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.